7 желтоқсан қазақстандық былғары қолғап шебері Жәнібек Әлімханұлы кубалық Эрисланди Лараға қарсы жұдырықтасады. Таңғы сағат 6:00-де Қазақстан және Қазспорт телеарналарының тікелей эфирінде 3 чемпиондық белбеу сарапқа салынатын жекпе-жекте отандасымызға бірге жанкүйер болайық. 6 декабря дерется Жәнібек Әлімханұлы. Мы знаем, что вы с ним в теплых отношениях, вы с ним разговаривали. Ваш прогноз на его бой с Ларой и в целом, насколько он близок в будущем в бою с Кроуфордом? Ну, глупо делать прогнозы в боксе вообще, то есть я это не рекомендую никому. То есть, ну, все знают то, что у нас есть хорошие человеческие отношения, даже, можно сказать, братские. Это тот, кто должен перенять и занять место в среднем весе, и я желаю ему просто победы и удачи. Ассалаумалейкум, ардақты ағайындар, амансыздар ма жанкүйерлер? Аллаға шүкір аман есен спаррингті аяқтап алдық, ешқандай жарақатсыз. Бұл да бір үлкен жеңіс, өйткені спаррингте кей жағдайларда жарақат алып, жаттығулар кейінге қалып, спортшылар дайындықты дұрыс жасай алмай қалып жатады. Осы бір аман есен өткенімізді өздеріңізге жеткізіп қойын деп. Одан кейін алдымызда үлкен тағы бір белес тұр, ол салмақ жасау. Салмақты да сәтті жасауды Алла нәсіп етсін. Бізде қазір күн суық қалды. Күн суықта салмақтың да жай түсетінін білесіздер. Одан кейін Құдай қаласа сәрсенбі күні ашық жаттығу болады. Техасқа ұшамыз. Бейсенбі күні пресс-конференция, жұма күні салмақ өлшеу, сенбі күні жекпе-жек. Енді Қазақстан уақытымен жексенбі күні таңертең жекпе-жек болады. Қазақстан Қазспорт телеарналары көрсетеді. Сақадай сайымыз Құдай қаласа. Жеңісті күнде жолығайық. 3-ші титулды елге алып қайтуы нәсіп болсын ағайын. Тақым қысып отырған жанкүйерлер, іні бауыр ағалардың, аталардың, апалардың өте көп екенін білеміз. Жазып жатырсыздар, тілеулестіктеріңізді білдіріп жатырсыздар. Мұхиттың бер жағында отырып, сезіп отырмыз, оқып отырмыз. Құдай қаласа тарихи жекпе-жек қазақ ұлты үшін үлкен дүние. Қаншама уақыт еңбек, маңдай тер, қанша уақыт келіссөз болды. Енді осының нәтижесі жеңіспен аяқталуға тиіс. Өйткені білесіздер, 3 бірдей титулға жұдырықтасу ол оңай дүние емес. Бұл жақта барлығы кәсіп бизнес ретінде қарайды боксқа. Сондықтан аты дардай атағы бар Эрисланди Ларамен жекпе-жек алудың өзі негізі үлкен шаруа болды, үлкен келіссөздер болды. Аллаға шүкір, енді Құдай қаласа елге сол Лараның титулын алып қайту нәсіп болсын. Одан кейін бір титулдың ауылы алыс емес, Құдай қаласа. Тарих жасаймыз деп келдік, Құдай қаласа тарих жасаймыз. Сенімдеріңізге рахмет. Джо мен Луистің залына келіп, шыдамдылықты, күш-қуатты, жылдамдықты арттырып жатыр қазақ стайлы мына. Ашық киімге үйренді бұл да. Күшті бәрі ойдағыдай. Таңертең брейкхауста болсақ, кешкісін осындамыз. Бәрі ойдағыдай келе жатыр. Енді бұл кісілер маман ғой, бұл кісілер. Бұл кісілермен біраз болып жұмыс істесіп жатқанымыз бар. Аллаға шүкір, өзімізге керек нәрселердің бәрін алып отырмыз. желтоқсан қазақстандық былғары қолғап шебері Жәнібек Әлімханұлы кубалық Эрисланди Лараға қарсы жұдырықтасады. Таңғы сағат 6:00-де Қазақстан және Қазспорт телеарналарының тікелей эфирінде 3 чемпиондық белбеу сарапқа салынатын жекпе-жекте отандасымызға бірге жанкүйер болайық.